Qo'stanay pedagogikалық колледжі Т-41 студент Мукашева Гүлдарайым, әдіскер Нұрпейісова Мәншік Женісов, ересек топ білім беру саласы шығармашылық пән жапсыру. Сабақтың тақырыбы бақшадағы көкөністерді жинау. Мақсаттары балаларға күз мезгілі туралы, ондағы болатын ауа райындағы өзгерістер туралы түсінік беру, тәрбиелік ұқыпты жұмыс істеуге, еңбек нәтижесіне ұмтылуға тәрбиелеу, дамытушылық, түрлі түсті қағаздан көкөністерді қиып композиция құра білу, іскерліктерін арттыру, оқыту, көкөністер мен жемістерді ажырата білуге үйрету, жапсыру іскерлік дағдыларын дамыту, қию әдіс-тәсілдеріне машықтандыру. Ұйымдастырушылық кезең. Сәлеметсіздер ме балалар, көңіл-күйлерің қалай? Бүгінгі сабаққа дайынсыңдар ма? Ендеше бастаймыз. Барлығымыз шаттық шеңберге тұрамыз. Шамызға барамыз, досымызды табамыз. Сәлемет пе? Міне мен доспын енді сенімен. Негізгі кезең. Сұрақ жауап. Балалар, қазір қандай жыл мезгілі? Жарайсыңдар, ал күз мезгілінде қандай өзгерістер болады? Иә, дұрыс балалар, ал күз мезгілі туралы кім тақпақ біледі? Өте жақсы балалар, ал енді мен сендерге жұмбақ жасырғым келіп тұр. Шешуін тауып көреміз бе? Жұмбақ. Аласа талда алуан алма, ал қызыл болмай аузына салма. Бұл не? Қызанақ. Дұрыс балалар, бұл жеміске жата ма, әлде көкөніске жата ма? Иә, сонымен балалар, бүгінгі біздің оқу қызметіміздің тақырыбы бақшадағы көкөністерді жинау деп аталады. Көкөністер бақшада өседі. Көкөністерге нелер жатады? Сәбіз, қызанақ, қияр, қырыққабат, пияз. Сәбіз. Қызанақ. Қияр. Орақ жапырақ. Пияз. Және тағы басқалары. Оларды күтіп баптайтын адамды бақпан деп атаймыз. Сендер бақшаны көздерімен көргілерің келеді ме? Ендеше біз бақпан атаның бақшасына саяхат жасайық. Сәлеметсіңдер ме балалар? Мен бақпан ата боламын. Менің бақшамда әртүрлі көкөністер өседі. Ал қазір біз тыныс алу жаттығуын жасайық. Содан кейін менің ойынымды ойнаймыз. Қанекей жаттығуды жасауға кірісейік. Тыныс алу жаттығуы. Таза ауада тыныс алу. Практикалық ойын. Сиқырлы қапшық шарты. Қапшыққа бала қолын салып, бір көкөністі алады да оның атын, түсін, пішінін айтады. Жарайсыңдар балалар, сендер менің ойынымды жақсы ойнадыңдар. Балалар, бізге бақпан атаның тапсырмасы бар екен, орындаймыз ба? Олай болса, орнымызға отырып тапсырманы орындайық. Сендердің алдарында ақ қағазда себет көрсетілген. Сол себетке қызанақ пен қияр көкөнісін қиып жабыстырамыз. Бізге керек құралдардың барлығы сендердің алдарында тұр. Бірақ біз тапсырманы орындамас бұрын қауіпсіздік ережесін еске түсірейік. Қауіпсіздік ережесімен танысайық. Ең бірінші, қайшыны дұрыс ұстау керек. Оны көзімізге тақамаймыз. Қайшыны төмен қаратып ұстаймыз. Сонымен қатар желіммен ұқыпты жұмыс жасаймыз. Желіммен жұмыс жасап болған соң арнайы сүрткімен сүртеміз. Ең алдымен біз қызыл түсті шаршыны бұрыштармен алып қызанаққа жасаймыз. Біздің қызанағымыз дайын. Оны қазір енді біз қиярды жасаймыз. Қиярды жасау үшін жасау қалды. Оны екі бүктедік. Содан кейін қиярымызды жасаймыз. Біздің қиярымыз дайын. Ал енді бізге қызанаққа жапырақтары керек, жапырақтарын жасаймыз. Жасап болдық. Қазір оны жабыстырамыз. Желімді алып, қауіпсіздік ережесіне сай, оны желімдейміз. Ақ бетіміз ол біздің себетімізді есептеледі.
беріңіздер. Міне, осылайша біздің жұмысымыз дайын болды. Жұмыс барысы алдымызда тұрған қызыл түсті шаршы пішіндес қағазды алып, бұрыштары бойынша қиямыз, қиылған қызанақ көкөністі себетке жабыстырамыз. Шашаған болармыз, қанеки сергіту сәтін жасайық. Билетті ағастан алтыннан елеседі, кішкентай ағаштан өп-үлкен болып өседі. Жұмысты ары қарай жалғастыру. Жасыл түсті түкті бұрыш пішінді қағазды бұрыштары бойынша қиямыз, себетке қиылған қиярды жабыстырамыз. Осылайша балалар тапсырманы аяқтайды. Қорытынды. Балалар, бізде қазір жылдың қай мезгілі? Күз мезгілінде бақшада нелер өседі? Біз бүгін ненің суретін қиып жабыстырдық. Қызанақ пен қияр жеміске жата ма, көкөніске жата ма? Олардың пішіні қандай, түсі қандай? Жарайсыңдар, балалар, сендер бүгін ұйымдастырған оқу қызметінде жақсы қатыстыңдар. Барлықтардың жұмыстарыңды өте жақсы деп жұлдызша арқылы бағалаймын. Ендеше сау болыңдар.